Момбек Әбдіәкімұлы, Парманқұл Бахадыр. Азаттық үшін күрес. Бағанадан бері Ойқараның жанынан бір ел қалмай жүрген Тұрдаш деген жігіт айтты. Біз жоғарғы Шыршықтағы түлкі жортқан болысы, Мұханшаға барамыз. Сол өңірдегі қазақты ең көп қорлайтын, ұлық орыстардың артына ең көп кіретін болыс сол. Мен соны жазалағым келеді. Тағы бір сөзім, мына Сералы алыс-жұлысқа араласпай-ақ қойсын. Бұл бізге әр уақытта жол сілтер, жөн көрсетер ақылшы көсеміз болсын. Осыған мақұл дейік. Оған ешкім жоқ демеді. Тұрдаш ауылға оралып дегенді естіген. Әрі мынадай дүрбелең кезде кімнің соңына ілесерін білмей дал болған түлкі жортқан өңірдің жігіттері ертесіне оның жанына жиналды. Кешке Қожакент жақтан 20 шақты жігіт тағы келіп қосылды. Түн ішінде соңдарына бірталай серіктері бар, Балтау ауылынан Бектұрсын мен Қашаған деген мергендер жетті. Бұлар Шыршық өңірінде бұрыннан мықтылығымен аты шыққан жігіттер екен. Бәрі Шыршық бойындағы Таскескен жотасының етегіндегі Шегір ауылының басындағы бұлақ жағасына жиналды. Амандық саулық сұрас болған соң, Бектұрсын ауылдағы жағдайды айтты. Құрақ старшынның айтуы бойынша, Мұханша болыс қазірдің өзінде түлкі жортқан тауының етегіндегі ауылдардан майданға аттандырылатын 300-ден аса жігіттердің тізімін жасап үлгеріпті. Тізімде осы тұрған бәріміз бармыз. Күлкілісі болыс ауылдағы Тұрсын мен Орынтайдың 19-ға жетпеген 4 баласын, және өзіне жақпаған бірталай егде кісілерді тізімге ілдіріп қойыпты. Өзінің жасы да 40-қа жеткен жоқ қой. Сондықтан болыстың өзінде тізімге ілу керек. Қазір оның тізіммен қосып басында ошаққа тығамыз. Кеттік жігіттер. Біреулері шитымылдықтармен, біреулері шоқпар сойылдармен қаруланған 60-тан аса жігіт дүрк көтеріліп Мұханшаның ауылы Қаратөбеге шапты. Шөбі құрғаған жазғы даланың шаңын шығарып, ауыл ортасындағы болыс кеңсесіне лезде жетіп келді. Кеңсе алдында болыстың күймесімен қатар оң жақтағы ұзын кермеде 10-15 ат байлаулы тұр. Есік алдындағы мұншама аттарға қарағанда, болыс өзіне қарасты старшын шабармандарын, қаткер қатшыларын бәрін шақырып, қызу жұмыс істеп отырған сияқты. Жолында кездескеннің бәрін таптап кетерде екпінмен шауып келген топ кеңсе алдына дүбірлетіп тоқтағанда, іштен тұрап старшын мен тағы бір кісі атып шықты. Екі көз шатынаған старшын салған жерден қолдарын ербеңдете айқайға басты. Ей, келең бұзақы, сорлы жетесіздер, мына қылықтарың қайғылық. Шеттерінен жынданып, естерінен ауысқасындар ма өзі? Кеңсе алдына бұлай шауып келуге қалай батылдарың барды? Өңкей қуаяқ жалаң бұттар. Әй, бұларың не деймін сендерге? Бастарың екеу, жүректерің үшеу болып кеткен бе түге? Қазір осы ақымақ тірліктерің үшін шеттеріңнен аттан жұлып тепкілеп тастасам, қой дейтін адам табылар ма екен қанекей? Оған қасындағы шабармандар қосылды. Иә десейші, болыс екеңнің шаруасы бастан асып, бәріміздің де миымыз ашып жатқанда өңкей еріккен тобырдың мұнысы несі? Соғысқа аттанатындарына қуанып шапқылап жүрген шығар бәрі. Әй, жүрсін Қашаған, солай ма? Болысқа, және бізге алғыс айтуға келдіңдер ме? Иә, алғыс айтуға келдік. Бірақ алдымен сендерді өлгенше таяқтаймыз. Содан өлмей қалсаңдар алғыс айтамыз деп, оны кекете сөйлеген Тұрдаш атын тебініп алға шықты. Кеңсе алдындағылар топ ішінен Тұрдашты байқамаған еді. Ол алдарына шыққанда, аналардың көздері бақырайып, бұл қайдан тап болды дегенде айтарға сөз таппай, бір-біріне жабысып сілейді де қалды. Құдды бір жер астынан шыға келген мәдіні, немесе шайтан көргендей демде үрейленіп түрлері қуарды. Құрақ старшын, болыс екеңе деп сөзінің аяғына тілі келмей міңгірлетті де қалды. Болыс екеңе менің келгенді хабарлап сүйініш сұрамақсың ба? Жүр, екеуміз оған бірге кіреміз. Тұрдаш құрақтың желкесінен сүйрей ішке кірді. Артынан жігіттері де ілесті. Болыс кең бөлмедегі айналма кең пәс үстелдің басында 10 шақты кісімен отыр екен. Алдарында қағаз. Қолтығына қос-қос жастық қысып жантайып жатқан болыс тобырды көргенде атып тұрды. Бұл не бейбастық? Құрақ, қасыңдағылар кімдер деп айқайлап берді. Жүздері үсті қарулы жігіттерді көрді де, жүзі бұзылып заматта үні өшті. Жан-жақтарына алақ-жұлақ қарап терең бір күрсінді. Сосын өзі осы жердің тірегі,
хан болыс екенін есіне түсіп кетті ме ақыра жөнелді. Ей, мына жалаңаяқ тобыр қайдан келді? Арыстанның апанына өздері келіп тап болған бұл бандылардың бұл келісі жүдә жақсы болар ма? Енді ешқайда құтылмас. Құрақ, ұстаңдар мына тобырды бастап жүрген Тұрдашты. Тағы қайсы еді? Бектұрсын мен Қашағанды. Қалған қара тобырды сабап-сабап қуыңдар. Ей, не ақ тұрсыңдар мелшиіп? Сабаңдар дедім ғой мен сендерге. Сөйтіңдер де ана қос бандыдан басқаларын көзіме көрсетпей құртыңдар. Жігіттер болыспен де басқалармен де сөзге келген жоқ. Тұрдаштың иек қағуымен Қашаған құрақты. Бектұрсын қасындағы шабармандарды бір-бір ұрып, болыстың алдындағы үстелге жалп еткізді. Отырғандар сес көрсете, қырып жоярдай сөз айтып тұра беріп еді, Тұрдаш артына жасырған мылтығын төбеге қаратып басып қалды. Құлақ тұндырған мылтық даусынан шошынған болыспен өре түрегелген адамдар қайта отыра кетісіп, қолдарымен құлақтарын басты. Тұрдаш ақырып берді. Біз сендермен ойнауға, болмаса балағат сөздеріңді естуге келген жоқпыз. Қашаған, алдымен қағаздар жинап ал. Сосын бәрін арттарынан теуіп далаға шығар. Жаңа бізбен алысқылары келді ғой. Мықтылықтарын далаға шығып кең жерде көрсетсін. Қанша дегенмен мұқанша көкірек, қам төбелестесе бір иығын беріп тұратын тентектігімен қатар батылдығы да бар адам. Жігіттер үстелдегі қағаздарды жинастырып, старшын шабармандарды желкелеп далаға шығара бастағанда екілене айқайлап сөйледі. Ей, мына өңкей жалаңаяқ тобыр қайтеді? Ей, кіммен ойнап тұрғандарыңды білесіңдер ме өздерің? Ей, тоқтатыңдар бұзақылықтарыңды. Әйтпесе шеттеріңнен дүреге жығам. Ол аз болса ит жеккенге айдатам. Ей, атаңа нәлет сұмырайлар. Қайткенде де болыс қара күшке мықты. Қолы тигенді ұшыратын, құшақтағанын алып ұратын. Аласұра айқайлап тұрып өзіне таяй берген бір жігітті ұрып, жалп еткізді. Екіншісін белінен қапсырып лақтырып жіберді. Отырғандардың көбі далаға шығып, босап қалған үй табанына екі жазған серейіп түсті. Мұқанша жынданған күйі олардың үстін баса-маса бұрышта тұрған Барманқұлға жетіп келді. Оның ашуына берілгені сондай, кімнің кім екенін ажыратудан қалғандай. Мына бір бала кім? Әй, бесіктен белі шықпай жатып өңкей бұзаққа ерген жетпегір. Боғмұрын жүгермек. Өзіңді мұнда азап, болмаса ажал айдап келгенін білемісің? Тістеніп тұрып Барманқұлды құлаштай соқты. Бұл оның қолына сол қолының білек тұсын тосып қалды да, аса шапшаңдықпен бетіне басымен тіке соқты. Мұқаншаның жуан беті тыжырынып, лезде қан басты. Дабдала бетін қолмен баса бергенде, Барманқұл іштен соқты. Ол екі бүктелді. Осы кезде тура қарақшынан кезекті бір соққы тиіп, басымен жерсіз жығылады. Барманқұл заматта желкесіне жармасып, со бойда сүйреп далаға бір-ақ шығарды. Жап-жас Барманқұлдың денелі болысты ұрып жығып, далаға сүйреп шыққанын көрген серіктері таң қалысып, бір сәт үнсіз тұрып қалысты. Ал оны есік алдына топ еткізіп тастағанда, біраз жігіттер шу етісті. Уай, мына бала мықты ғой. Пәлі, құтырған бұқадай болған болысты бір-ақ ұрып сілейте салды ғой. Бағана ойқара бекерге мақтамапты да. Барманқұлдың аяқ астында сілейіп жатқан болысқа Бектұрсын таяп келді де, желкесінен көтеріп тік тұрғызды. Сосын жанына оның серік старшындарын қатар тұрғызып қойды. Тұрғандардың ішінен Құраққа сауал қойды. Ал старшын айт, бүгін не мәселені талқылап жатыр едіңдер? Оншақты күннен бері бір-ақ мәселе ғой қаузап жатқанымыз. Ояз бастықтары түлкі жортқан болыстығынан 282 жігітті майданға аттандырыңдар деп пәрмен берген. Солардың тізімін жасап жатырмыз. Осы күнге дейін қанша адам тізімге алдыңдар? Ояз бастығы тамыз айына дейін бірінші кезекте аттандырылатын 19 бен 31 жастағы жігіттердің тізімдерін беріңдер деп пәрмендеген. Сол жастағылардың барлығын бүгін түгелдеп, қаттап Оязға жіберейін деп отырғанбыз. Ал тамыздың ортасынан кейін майданға жіберілетін 31 мен 43 жастағыларды ертеңнен бастап іріктейік дегенбіз. Тұрдаш тобындағылардың ішінде арабша жазып, оқи алатындар да көп. Құрақ сөйлеп жатқанда топтағы сауатты жігіттер болыс тізімін жанындағыларға оқып беріп жатқан.
Тізімді естігендер біресе таң қалып, біресе күлісіп тұрған. Солардың бірі Тұрдашқа айқайлады. Тұреке, құрақты қайтесіз? Қызықтың бәрі мына тізімде екен. Естіп көріңізші. Уай, иә, бәріңіз де естіңіздер. Сөйтті де ешкімнің жауабын күтпей, сөзін жалғастыра берді. Әй, мынау Ақболаттың Қазыбегі, Қанбайдың Әлімбайы, Мұзғаның Тезекбайы, Махамбеттің Жасыбегі 40-тан асып біткен ғой. Бәрін 30 жаста деп қойыпты. Мінән Наштайдың Қайдар деген мұрынбоқ баласын 19-да депті. О, Құдай-ау, мұндағылардың көбісінің жастары дұрыс емес қой. Өй, мына Қызылгүл кемпірдің 2 баласы да кемтар ғой. Бірінің аяқтары, бірінің қолдары істемейді. Екеуінде дені сау, жұмысқа жарамды деп тізіп қойыпты. Қарап тұрмын, қағаздағы жазуда болыс пен старшындардың, билер мен байлардың, атқосшы шабармандардың бірде туысы, не баласы жоқ. Тіпті болыс пен Масқарбайдың бірде-бір жалшы-малшылары да кірмеген. Мына тұрған болыс пен қызметшілердің тек анау Садыр мен Қадырден басқасының бәрі патша жарлығына сай майданға баратын жаста. Тізімге осылардың өздерін тізіп, Оязға беріп жіберейікті деді Қашаған. Тізім жасап не қыламыз? Одан да Мұқанша мен Құрақты адамдарына қосақтап, майданға осылар жөнелтіңдер деп, Ояз алдына апарып тастайық та. Иә, қызық болсын, солай істейік десті біреулер. Бағаналы бері тәніне батқан соққын ауырсын тіл қатпаған Мұқаншаға осы кезде жан бітті. Әлде де қорқатын емес. Алғашқы сөзін тізімді ұстаған жігітке дөң айбат шегумен бастап, одан қалың топқа тиісті. Ой, сорлы, сен қашаннан бері болыс қағазына ие болуды әдет еткенсің. Қолыңдағын әкел бері. Онда үкіметтің пәрменімен жазылған аса хат жазу бар. Қайтар оны маған. Ал сендер жиылған тобыр, отпен ойнап тұрғандарыңды әлі түсінбедіңдер ме? Әлде бәрің ажалдарыңнан бұрын өлуге асығып тұрсыңдар ма? Табандарың жалтыратыңдар тез бұл жерден. Мұқанша, сен түкке түсінбепсің деді Тұрдаш. Бүгіннен бастап сенің күнің өткен. Ендігі ауылдағы билік пен құзырды біз қолға алатынымызды, жоқ, алғанымызды. Әрі патша жарлығына қарсы көтеріліп, майданға жігіт бермейміз деп қол құрағанымызды байқамай тұрмысың? Біз кешеден бері сендермен, әрі Ояз ұлықтарымен тайталасқа түсуге дайын. Керек болса соғыстан да тайсалмайтын сарбаз топтан халық сөзін сөйлейтін жасақ құрдық. Сен ұлықтардың итаршысы, осыны миыңа жақсылап құйып алда, аман қалуыңды ойла. Айтқанымызға ләппай көн. Әлбетте болыс бұл сөзге сенген жоқ. Ол бойындағы болыстық көкіректікпен, астамдықтан, паңдықпен кеудемсоқтықтан әлі арылған жоқ. Бұрын алдында қоғадай жапырылып, талда иіліп жүретін қалың кедейдің бұлайша бас қосып, өзіне, үкіметке қарсы көтерілдік дегені әлі оны титтейді ойландырған жоқ. Тұрдаштың сөзін оның кәдуілгі бұзақылығына, басқалардың қылығын, олардың бұрынғы бас бұзар тентектігіне балады. Сондықтан да ірі сөйлеуден таяр емес. Пішту сөздеріңе. Тұрдаш, сен дүниедегі күшті адам болсаң, сол дүнияны осы күнге дейін неге төңкеріп тастамағансың? Толағай болсаң неге Ояздан қашып, тау-тасқа тығыласың? Қашаған мен Бектұрсын, сендер ірі болсаңдар ауылға келген 10 солдаттан қорқып, неге көр тышқанша індеріңе тығылып кетесіңдер? Ал сендер қу тобыр, жүректі болсаңдар осыған дейін бір старшынның қамшысына неге зәрелерің ұшып келеді? Әлі де ұшады зәрелерің. Жоғарыдағы үкімет ұлық, ауылдағы үкімет мен, Қаратабан тобыр қашанда үкіметке бағынған. Тұрдаш, үкімің ауылдағы тақыр жалаңаяқ өзің сықылды, тау кезген ұры қарға жүретін шығар. Бірақ үкіметке жүрмейді. Үкімет арыстан болғанда, сен тышқандай ғана ахуалдасың. Мына жетесіз қуаяқ ақымақтарды сен ертіп келдің бе? Тарат бәрін. Ертең ауылға мені жоқтап Ояз, 100 солдат келеді. Қолдарына қу таяқ ұстаған сорлылар, сонда күндерінің не болғанын ойладыңдар ма? Неден болса да таймауға келген жігіттер болыстың мына сөзіне қатты ашуланып, оны түтіп жейтіндей таптап берді. Бір-екеуінің қамшысы тиді басына. Біреулері үзеңгіден аяқтарын шығарып, теуіп үлгерді.
Ойқара екі жартбастардай қылышын ала ұмтылып еді, Тұрдаш тоқтатып тастады. Тоқта, алдымен болысқа айтарымды айтып алайын. Содан соң оны көпшіліктің сотына саламыз. Мұқанша, сен мына дұрыс айттың. Бірақ пенде қанша күшті болса да, бір өзі дүниені төңкере алмайды. Менің де төңкере алмағаным рас. Кедей болсам да бүгін батыр болып, момын елдің мүддесі үшін сен сияқты жуандармен, орыс ұлықтармен алсам деп аттандым. Бір өзімнің 100 қарулы солдатқа, 1000 зорлықшыға әлім келмегені де рас. Бірақ таутаста жалғыз жасырынып жүріп, 1000-нан кек алдым. Жасырынбасам үкіметтің атып өлтіретін еді. Өлсем өлі арыстан болар едім. Бірақ мен өлі арыстандықты қаламадым. Одан да тірі тышқанға ұқсап, өзімше тірлік қыла тұрайын дедім. Әрі бір күні арыстанда айбатпен күшке мініп, сендерден кек алар күнге жетермін деген үміттен ада болмадым. Ауылға 10 солдат келсе, басқа жігіттердің көрт тышқанша інге тығылып жүретінін де жақсы айттың. Екеуінің қиянатшыл солдаттардан тығылғаны, өздерінің амандығын ойлағаны, һәм бәріңнің кек алатын осы күнге дейін шыдамдылық пен төзімділік танытқаны. Батырдың бәрі айла қылмай оққа қарсы шауып, зеңбірекке жалаң төстерін төсей берсе, елде батыр қалама тәйірі. Ертеден бар қағидат. Бір кезде елді жаулаған жау үстем болады. Бір кезде елін қорғаған батыр жаудан үстем шығады. Мен бүгін айбат шеккен арыстанға айналдым. Басқаларда, тіпті анау жаңа сені таяқтаған жас Парманқұлда кек қайтаратын батырға айналды. Біз үшін сенің көкірегіңді басатын, шеніңді шешетін, мал мүлкіңді талауға салатын күн туды бүгін. Қазір өзің қаттаған қағаздардың өртелгенін көресің. Одан соң көпшіліктің шешіміне орай жазаңды аласың. Көп асқанға бір тосқан деген мақалдың рас екенін санаң болса одан кейін түсінерсің. Жігіттер алдымен тізім жасалған қағазды өртеді. Оны бітіргесін болыс кеңсесіне өрт қойды. Мұқанша осы сәтте ғана жиналғандардың шынымен-ақ үкіметке қарсы ұйымдасқанын ұққандай болды. Кеңсе жанып жатқанда, әй бауырлар, бұларың не? Әбесі іс болды ғой сендердікі деп құмыға үн қатты. Ал көпшілік өзін қатаң жазаға кесіп қамшымен жабыла сабағанда, жаны көзіне көрініп: ой бауырларым-ай, аясаңдаршы мені. Ойбай, бәріміз аталас бір тұқымдас туыспыз ғой. Мен жазғанда аясаңдаршы деп өкірді. Кеңсенің шатыр-шұтыр жанған өртінің дыбысынан, жігіттердің бірін-бірі алқалап, демеген шуылынан ешкім Мұқаншаның жанын ұшыра айтқан жалынышын құлаққа да ілмеді. Болыспен бірге старшын шабармандар да оңбай таяқ жеді. Жандары шұрқыраған олар ат тұяғына тапталды. Талғаны талып, аяқ қолдары сынғандар жандар бар екенін білдіргеде қорқып, жатқан жерлерінде қатып-қатып жатып қалды. Ауылдағы үстем тапты сабап, айыздары қанған кек алушы жігіттер атқа мінерлердің бәрін кеңсе алдында серейіп тастап, ауыл ортасындағы болыс үйіне қарай шапты. Мұнда келе салысымен болыстың қатын бала шағасын улап-шулағанына қарамай, үйдегі бар мүлік пен дүниені талауға кірісті. Болыстан кейін старшын мен шабармандардың үйлерін тонады. Олжалаған дүние мүліктерін барлығын ортаға жиды. Жиып болғанда Тұрдаш топ алдына шығып қаһарлана сөйледі: бауырлар, ағайындар, бүгінгі ісіміздің Құдай алдында да, пенде алдында да күнәсі жоқ. Талай жыл кедейді жылатқан, момынды езген үстем таптан кек алудың алғашқы қадамын жасадық қазір. Енді кек алу әрекетімізді ұлғайтып, барлық болыстықтардағы көтерілген жігіттермен бірігіп, уезге, одан облысқа жеткіземіз. Сол үшін де бізге киетін киімнен бастап, қажетімізге жарайтын бұйым заттардың бәрі керек. Мына байлар мен атқамінерлерден олжалаған бұйым заттар бұдан былай біздің ортақ мүлкіміз. Енді Мұқанша мен Әлжанбайдың жайлаудағы жылқыларын қолды қылайық. Байлардың малы ертең бізге мініспен азық болады. Барлық жағынан қамданайық жігіттер. Аттанайық жайлауға. Келесі бөлім. Парманқұл үлкен шайқастарға араласты. Шымған тауының етегіндегі түлкі жортқан өңірінде осындай оқиға болып жатқанда, күллі Сырдария облысындағы уездердің намысты жігіттерінің бәрі атқа қонды. Тұрдаш тобының облыс кеңсесін өртегені және Шыршық бойындағы баймановтардың барлығын тонағаны ел ішінде желдей есіп,
қалың қазақтың рухын оятты. Бұл хабар ертеңін-ақ Ташкент пен Пазилов пен облыстық әскери губернаторы Галкиннің құлағына тиді. Жаман хабар құлағына тигенде Галкин есінен алжасқандай жынданды. Ояз бастығына қарамағындағы қазақ жүздігін алып, түлкі жортқандағы бұзақыларды 2 күн ішінде аямай жазалауды тапсырды. Бұзақы топтың басшыларын атып, оған ергендерді тірідей қолға түсіруді бұйырды. Қолға түскендерді тез арада Ташкентке жеткізіп, барлығын бірінші кезекте майданға аттандырып жіберуді пәрмендеді. Ояз бастығы Пазилов түркі жортқан облысында бұзақылық танытқан қазақтарды 2 күнде емес, жарты-ақ күнде талқандап тастармын деген оймен ертесіне таңертең жолға шықты. Аттанғанда қарамағындағы қазақ жүздігін толық алмады. Қасына жартысы мылтықпен, жартысы қылышпен қаруланған 50 солдатты ғана ертті. Бұрындары қазақ даласына 50 емес, қарулы 5 солдат ертіп шықса болды, жергілікті халықтың үрей ұшып кірерге тесік таппай кететін. Бұл жолы да оған бір түлкі жортқан тұрмақ, күллі шыршықтағы барлық қазақтың зәресін алып, бастарын жерге тығуға жететіндей көрінді. Бұл кезде әлгі оқиғаға 3 күн өткен. Одан қанаттанған қазақтар Қожакенттегі Сералының жанына жиналып жатқан. 3 күнде жиналған жігіттердің саны 1000-нан асып кеткен еді. Пазиловтың отряд Ташкенттен шыққан кезде ол жердің қазақтары дереу атқа қонып бұл жайында Қожакенттегі жігіттерге хабар берді. Сералы мұнда келген жігіттердің барлығын атқа қондырып, бір ортаға жиды. Бауырлар, деді ол даусын барынша көтеріп. Біз талай жылдан бері үкіметтен, оның басында отырған отаршыл ұлттардан қанша зәбір көрсек те, бір шағым айтқан емеспіз. Осы жолы ақ патшаның күллі мұсылман жұрты мен қазақ халқына арнаған жарлығына қарсылық танытуға мәжбүр болдық. Мұнымызды патша жендеті саналатын Сырдария облысының бастығы Галкин жаулық көріп, бізге қарсы қарулы әскерлерін аттандырып отыр. Қазір ғана естік. Ташкенттен шыққан Пазиловтың әскері тура осылай қарап аттанып келе жатыр. Біз оларды тесік асуында қарсы алайық. Алдарынан шығып, біз бейбіт келісімді жақтайтын шеруші топпыз. Тек патша жарлығын қайтарып алып, бізден майданға жігіт алуын тоқтатсын деген ұсынысымыз бар. Ақ патша райынан қайтып мейірімділік танытса, көтерілген қазақ аттан түседі. Әркім өз ауылдарына қайтады деген ұсынысымызды айтамыз. Пазилов мәселенің мән-жайына түсінсе, оқ атпай кері қайтар. Ал бұрынғыдай басынатын болса, амал жоқ. Елдігімізді танытып бізде қару көтереміз. Сол үшін де бар нәрсеге дайын боп, аттанайық жігіттер. Айтпақшы жігіттер, енді ереуілге аттанған жігіттерді әр топқа бөліп, сол топтардың сардарларын сайлайық. Ереуілшілердің бастардары Бектұрсын мен Ойқара болсын. Осыған келісесіңдер ме? Дұрыс. Бұл екеуінің басқа сардарға лайық адам жоқ арамызда. 2 батыр басшы, біз қосшы. Бектұрсын батыр, Ойқара батыр деп лепірді сарбаздар. Осыдан соң Бектұрсын мен Ойқара жігіттерін топ-топқа бөлуге кірісті. Әр топқа 100 жігіттен бөліп, ереуілшілер 10 жүздікке бөлінді. Парманқұл бұл елге бөтендеу болса да, бағанағы ерлігі мен батылдығына риза болған жігіттер оны бір топқа 100 бас сайлады. Аздан кейін 1000 атты жігіт түп көтерілді. Әр аттың тұяғынан көтерілген шаң әп-сәтте қоюланып, Қожакенттің үстін қара көлең келеді. Бейбіт күннің ішінде табан астында пайда болған дүрбелеңге еріп, сарбаз атанған талай жігіт қазақ намысы үшін алдағы атылар оғымен жандырар оты мол сапарға осылай аттанды. Әрбірінің тақымында шоқпар, қолында қылыш. Ал оғы алысқа жететін бүгінгінің озық қаруы мылтық, араларындағы бірең-саран кісілерде ғана бар. Түс ауа ерушілер тесік ауылына жетіп, ар жақтан келе жатқан орыс әскерлерін күтті. Ұзамай мылтық ұштарындағы іштіктары күнге шағылысқан әскерлер де көрінді. Асу басында тұрған Сералы бір сарбаздың сойылының басына ақ орамал байлап, әскерге көрсеті ары-бері бұлғады. Отряд кілт тоқтады. Алда келе жатқан бір-бірімен біраз сөйлесті де, 3 атты төбеге қарай аяңдады. Қазақтар жақтан Сералы, Бектұрсын, Парманқұл үшеуі етекке түсті. Асудың тура етегінде 2 жақ бетпе-бет кездесті. Орыстар тарапынан келген елшілік топтың басшысы Пазиловтың өзі екен. Сералыны бірден таныған ол,
келе сала ашулы дауыспен үн қатты. «Ей, Сералы Лапин, біздің барлаушылар маған нақ жеткізген екен. Сіздің желөкпе қазақтарды желіктіріп атқа қондырғаныңызды. Сіз патша өкіметінің әжептәуір шен деңгейіндегі қызметкерсіз. Айтыңызшы, сізге не жетпей жүр өзі? Жалпы мына қазақтарға не жетпей жүр? Түлкі жортқан болысын өлім шығып сабайсыңдар. Ол жасаған тізіммен кеңсені өртейсіңдер. Осы сендердің көздеріңе шайтан көрінейін деді ме? Әлде Ташкенттегі солдаттардың іштегінен өлгілерің келе ме? Жоқ әлде жаппай каторгаға айдалғыларың келді ме? Тап қазір бәріңе бұйырамын. Шоқпар сойылдарыңды, мылтықтарыңды тастап, аттан түсіңдер де жөнсіз қылықтарың үшін ғапу сұрап, аяғыма жығылыңдар. Жығылмасам ше, деді Сералы кекесін үнмен. Не дейді деп, дауысын одан бетер зорайтты Пазилов. Ондай болса солдаттарға сендерді бірден атуға бұйырам. Сосын көрейін қайсыларың тірі қалатындарыңды. Оның зіркілінен ашуы қозған Парманқұл, нәлетіне жайратып салайын ба деп сыбырлады Сералыға. Сералы сабыр қыл дегенде ишара білдірді де, ояз бастығына қатқылдау үн қатты. Өз бастығым мырза, осы уақытқа дейін сіздердің тараптарыңыздан қазақтың тамағына қылыш, басынан мылтықта қалса да, тәніне қамшы, арқасына таяқ десе де мыңқ деген жоқ. Жөн-жосықсыз әбірдің қанша түрін көрсе де, дымын шығармай шыдап келді. Енді сол момын қазақтың тап бүгін неге өре түрегелгенінің сырын білгіңіз келе ме? Лапин мырза, жабайы халықта, иә, патша ағзамның мейірбандығының арқасында ойсыз қамсыз күн кешіп жүрсе де, оның шапағатын сезінуге ой өрісі жетпейтін білімсіз халықта сыр болушы ма еді? Киргиздарда атқа мініп бет алды далақтап шабудан, бір-бірінің ауылдары арасында ұрлық барымта жасаудан өзге не күш бар, не ақыл бар? Доғарыңыз сөзді. Сералы ояз бастығының соншалықты менмен, соншалықты келте ойлы екенін енді білді. Қазақ жайында дәл осындай пікір айтқан мұнымен еш келісімге келуге болмайтынын да жаңағы сөздерінен кейін ұқты. Амал не? Енді ашық күрестен басқа жол жоқтығында тағы ұқты. Сіз ақылды болсаңыз, онда ақылы жоқ. Күші кем халыққа неге осынша әскер ертіп келіп тұрсыз? Әлде қазақтың ақылы мен қайратының қандайлығын көргіңіз келе ме? Лапин, бұйрығыма көнбейсің бе? Бұйрығыңа көнетін сенің бағыныштың емеспін. Мен анау тұрған қазақтардың бұйрығына көнем. Ендеше өз обалың өзіңе. Мен соғысты бастаймын. Пазилов атын кілт бұрып әскеріне қарай шапты. Әскеріне жетасап шабуылға бұйрық берді ме, солдаттары жапа-тармаға екіге бөлінісіп, мылтықтары мен қылыштарын алға созып, қазақтарға қарай шапты. Сералы да жігіттерді жігерлендіре ұрандатты. Патшалықтары зорлықтан таймайтындарын тағы танытты. Ал біз азаттық үшін күреске кірісеміз. Қане жігіттер, азаттық жолында жан құрбан, көтеріліңдер. Еш қорықпаңдар бауырлар. Солдаттардың мылтықтары болғанымен сандары азғантай ғана. Бір шапсақ шетінен таптап кетеміз деп ұран салған Бектұрсын атын тебініп, сарбаздардың алдына шыға бере Сералыға бұрылды. Сен ұрысқа араласпай-ақ қой. Мылтығын аспанға көтерген Бектұрсын ылдидағы отрядты беттеп шаба жөнелді. Артынан бірінші болып Парманқұл ерді. Одан кейін мың жігіт қиқулата шапты. Екі қанаттан шапқан отряд пен қазақтардың арасы жақындап қалғанда, айналаны гүрсілдеген мылтық дауысы басты. Алдыңғы сапта шауып келе жатқан қазақтардың біразы оққа ұшып, омақаса құлады. Бірақ аттағылар тоқтамады. Құйындатқан бойы отрядтың тура алдына жетті. Парманқұл солдаттарға жете бере ақ, бір әскериді сойылмен қойып қалып, аттан ұшырып түсірді. Одан соң екіншісін құлатты. Тақап келген үшіншісімен ат үстінде ұстасып қалды да, оны да ерден аударып тастады. Ол жерге екі аяғымен дік етіп түсті де, оның атының шылбырына жармасты. Парманқұл жылдамдық қылып сойылмен басынан періп жіберді. Анау жерге шаншыла құлады. Екпіндетіп келген мың атты қазақтардың алдыңғы шебі баудай түскенімен, кейінгілері солдаттарды әп-сәтте қатты тықсырып тастады. Қылыш пен сойылдан аман қалған орыс солдаттары не атуға, не семсер сілтеуге жарамай, артқа қарай қаша жөнелді.
Олардың көбісі солдат аталып әскерде жүргенімен, бұрын мұндай соғысты көрмеген бозөкпе жастар ғой. Қазақтардың да дерлік атыс көрмеген. Тіпті араларында мылтық дауысын алғаш естіген жастар да болатын. Бірақ алғашқыда ет қызуымен шауып, мылтық дауысы шыққанда ат басын іркуге шақ қалған. Алайда көпшіліктің дүрмегіне ілесіп алға қарай жөңки берген ондай жастар қашқан орыстарды көргенде делебелері қозып кетті. Ұрандатып жүріп қашқандарды шиті мылтықтармен атты. Шоқпар сойылмен соқты. Бірақ кімге де болса жан беру оңай ма? Аттарына қамшы басқан солдаттар қашқан бойы мылтық атып бара жатты. Біраз жігіттер осы жерде оққа ұшты. Десе де көптің аты көп. Аз санды солдат мың аттының қырғынынан құтылмады. Айналаса жарты сағаттың ішінде тегіс өлім тапты. Парманқұл Бектұрсынның айтуымен өлген солдаттардың ішінен Оязды іздеген. Алайда бағана көкірегімен көктірегенде кейіппен сөйлеп, қазақтарды ауызбен қырып жібере жаздаған Ояз бастығының мұншалықты жаны жоқ болар ма? Соғыс басталғанда өзінің 10 шақты солдаттарына қоршатып, алды-артына қарамай қаша жөнелген. Аттары да жүйрік екен. Қалың қазақ арттағы солдаттармен алысып жатқанда, аттары жүйрік Ояз тобы соғыс алаңынан ұзап үлгерді. Содан Ташкенттің төбесі көрінгенше бір тоқтамай қашты. Ол Ояз анада мамырдың үйінде де оқтан аман қалған еді. Бұл жол тағы құтылып кетті. Ал аз ғана әскерлерді жеңгеннің өзіне шаттанған қазақтың көңілдері көтеріліп, қатты қуанысты. Қуанбағанда қайтсын. Бұлардың ешқайсысы ес біліп, етек жапқалы орыс солдаттарына қол көтермек түгілі, оларға тіктеп көзде сала алмаған. Міне, бастарына өмір бойы осындай үстемдік төндірген патшаны жақтаушы жұртты оңдырмай тұқыртқандарына, тұқыртқанда да шоқпармен сабалап, мылтықпен атып өлтіріп тастағандарына разы болысып, осы бір титтей жеңісінің шаттығының өзі кеуделерін кернеді. Дегенмен шыршық көтерілісшілеріне жеңістің қуанышымен қатар, қайғының қасіретін тартуға да тура келді. Өйткені бұл ұрыста 45 жігіт оқтан мерт болыпты. Араларында 30-ға жуық ауыр жарақат алғандар да бар. Әйтсе де қазіргі уақыт өлгенге ұзақ қайғырып, жараланғанның көңілін күнде демеп отыратын кез емес. Атқа қонғанның әрбірі өлерін, шапқанның бәрі жарақат аларын сезген. Ел басына күн туғанда өлімнің иманын, тірінің салауатын тілеп, келесі күннің қамына көшкен жөн. Серал мен Бектұрсын, Тұрдашпен Қашаған осылай шешкен. Бұл қатарға жас болса да, манағы соғыста ерлік пен өлікті қатар танытқан Парманқұлда қосылған. Өлілерді өз ауылдарына арулап жерлеуге, жаралыларды үйлеріне жеткізіп тастауға арнайы топ бөлінген. Сол күннен бастап көтерілісшілер тобы Қожакентке жайғасты. Бұрынғы болыс кеңсесінің жанындағы үлкен үйді Сералының сөзімен айтқанда штаб пәтері қып алды. Штабқа күніне жан-жақтағы ауылдардан көтерілісті қуаттаған кісілер топ-тобымен келіп жатты. 2-3 күн өткенде төмендегі Бөкі болысының адамдары да арнайы жиын өткізіп, патша жарлығына қарсы көтеріліс бастаймыз деп шешім шығарыпты. Оларды 70-тен асқан Ордабай деген кісі басқарып жүр екен деген хабар келді. Ертесіне Шымған мен Шатқал тауларының етектеріндегі Абылық, Қытайтөбе, Ниязбек, Тойтөбе, Майдантал, Шатқал болыстарының ел ақсақалдарынан күллі патша жарлығына қарсы азаматтар Балтау жазығына жиналсын деген хабар келді. Қожакентте жатқан топтың басшылары Серал мен Бектұрсын жақын ауылдарға тарасып, кез келген күні әп-сәтте жетіп келуге дайын отырған 1000-нан аса жігіттерін жинап, келісілген күні Балтауға келді. Балтауда адам қарақұрым. Әдеттегі қазақ жиында әр шетте қазылған ошақтардан түтін бұрқырап, олардың басында ас дайындаған әйелдер күйбеңдеп, ортада асық ойнаған балалар құнжыңдап жүруші еді. Негізгі жиын өтетін жерден аулағырақ тұста 6 бақан құрылып, жастар жағы ән-күйдің көрігін қыздырып жататын. Қыз-қыз қайнаған басқа түрлі ойын-сауықтарды тамашалап, ары-бері теңселіскен жұртта жиын салтанатына нәр, қызығына сән қосушы еді. Ал бүгінгі жиынның түрі бөлек. Қаралы жиынға да, дау шешетін таласты жиынға да ұқсамайтын, тұрпаты өзгеше бас қосу. Мұндай жиын қазақты қалмақ шапқан, болмаса қоқан басқан кезден бері шыршық бойында болмаған. Балтаудың нақ ортасында алқызыл сары, көк түсті жібек маталар жай ескен, майда қоңыр самалмен желбіреген үлкен шатырлы үй тігілген. Жан-жақтағы ауылдардың сөз бастар,
Қолбастар ақсақалдар мен ел ағалары, батыр ерлері сол жерде жиналған. Жиынды басқарушы жігіттер Сералы мен Бектұрсынды хан Парманқұлды тобынан бөліп шатырлы үйге ертіп келгенде шақырылғандардың көбісі жиналып қалыпты. Төде Ниязбектің қадірменді қариясы Тұрдыбай, Абылықтан келген Пиалы, Майданталдан жеткен Досалы сияқты біраз беделді кісілер отыр екен. Бұларды бәрі орындарынан тұрып құрметпен қарсы алды. Төс қағыстырып амандасты. Тұрдыбай Сералыны қасына отырғызды. Парманқұлды көргенде батырлықта алғырлықта жастан деуші еді атам қазақ. Мынадай жақсыларға ілескенсен келешекте ой бастар. Болмаса қолбастар қадірлі жігіттердің бірі боларсың. Бізбен бірге қатар жайғас деп төрден орын берді. Сосын жиынды өзі бастады. Жаз түсіп қым-қуыт тіршілік басталғанда қазақ егін орып, шөп шауып қыстың қамын жасайтын нағыз маусымда патша елден жұмысқа жарамды. Шаруаға икемді жігіттерді халықтың еркіне қарамай, жұрттың пікірімен санаспай, батыста жүріп жатқан әлдеқандай соғысқа әкетпекші екен. Анадамна Сералыдан естуім бойынша бұл соғыс мәнсіз соғыс. Кімнің не мақсатпен шайқас жүргізіп жатқаны белгісіз. Бір елдің ханзадасының өлімі үшін бірнеше елдің арасында тұтанып кеткен мағынасыз майдан екенін естігем. Оған Ресейдің де патшасы кірісіп, мыңдаған солдатын бекерден бекерге құрбандыққа шалып жатыр екен. Мейлі, ол соғысқа кіріскен ақ патшаның бір ойы бар шығар дейік. Құзырындағы елдің сансыз сарбаздарын өлімге айдап, бостан-босқа ажалға айдап жатқанында шаруасы жоқ қой деймін. Бірақ сол майданға дәл мынадай ауыл арасындағы науқан қызып тұрған шақта, мұсылманның бар жарамды жігіттерін тасып, өз сарбаздарымен бірге оққа байламақ екен. Оққа байлаған немене, орысұлықтар мен өзіміздің болыс старшындардың айтуынша, майданға алынған өрімдей өрендерге қолына қару беріп, ер жігіт сықылды соғысқа салудың орнына, қолына күрекпен балға, зембілмен арба беріп, оқпан қазатын, өлік таситын, шеге қағатын жұмыстарға салмақ екен. Кешегі Бектұрсын мен Сералының әрекетінен кейін Тәшкен ұлықтары сөз жоқ бізге қарсы әскер шығарады. Кім бізге қосыламыз десе қолына іліккен қарумен қаруланып, сарбаз сапына қосылсын. Енді тайсалатын күн жоқ. Бұдан кейінгі сөзді Бектұрсын алды. Ол да Тұрдыбайдан бір кем қалыспай сөйледі. Балтудағы жиналған мыңдаған қазақтың жігерін жанып, намысын қайраған ұрандар бұдан кейінде көп айтылды. Тәшкеннен қандай ояз, қандай әскер келсе де, жиналғандар ауылдардан бірде-бір азаматты майданға жібермейміз. Одан да кеудемізді оққа төсеп көтеріліске шығамыз деп уағдаласты. 5000 адам шуылдасып тұрып, күллі Шыршық өңіріндегі көтеріліске басшы сардар Тұрдыбай, ал оның көмекшісі сардарлары Тұрдаш, Бектұрсын, Парманқұл, Қашаған болсын деп шешті. Тұрдыбай 70-тен аса да тың, бойы тік, ширақ жүрісті. Әлі де қара күштен қайтпаған қарулы кісі. Оған қоса естікше білімді. Ауыл ішінде молда деген аты бар. Қара сөзге де шешен. Қай жағынан қарасаң да ел бастайтын, қол бастайтын серкелік қасиетке ие. Сөз түйіні Сералыға тигенде оның саңқылдап тұрып оттай қарып сөйлеген жалынды сөзінен күллі Шыршық бойы тебіренгендей, балтау аспаны дүрілдегендей болды. Уа ерге қонған ерлерім! Бүгінде тек Шыршықтағы қазақ қана емес, мынау тау ішіндегі қырғыз бен түстіктегі Баралаш баласы, оған қоса Сырдарияның арғы бетіндегі өзбек, Алтай тауындағы тәжік те атқа қонған. Бір жыл емес, жарты жыл емес, тіпті бір айда емес, 10 күн уақыт ішінде бәрі келіскендей, әмбе мұсылман неге атқа қона қалды. Отаршыл орыс патшасы бүкіл Түркістан тарапты жаулағалы 50 жылдан асыпты. Отаршылдар мұнда аяқ басқалы бүкіл мұсылманға, оның ішінде қазаққа көрсетпегені жоқ. Жерімізді тартып алып, қарашекпенділерді орналастырды. Өзімізді өзен судың бойынан құнарлы алаптан қуып, шөлге, тау тасқа тықты. Отаршылдар осылайша барымыздан айырды. Орды соқты, бұратана жабайы деп кемсітті. Тілімізді иттің тілі деп мазақтады. Түрімізді шайтанға теңеді. Сіздердің ата-бабаларыңыз бұған ашуланса да, іштен тынып күресуге шама дәрмені болмай, ішқысалықпен өтті. Енді біз төзуге тиіс емеспіз. Бүгінгі ұрпақ ес жиған, өз халқының намыс абыройы үшін жанын беруге даяр.
үстем келімсекке кеудесін батырмайтын батыр өскін. Жас өскіннің бойында отаршылдарға деген ата-бабадан қалған кек бар. Сол кек бүгін буырқанған ашуға ұласып, енді лықсып төгілгелі тұр. Уа бауырлар, Әлихан атты қазақ ғұламасы алыспаған жұлыспаған бостандық атына мінбейді. Бұғаудан босамайды. Ері құлдықтан, әйелі күңдіктен шықпайды. Малына да, басына да ие бола алмайды деп айтыпты. Жеңерміз, не жеңбеспіз, алысып бағайық. Қазақтың кім екенін, оның көкірегі, батылдығы барлығын көрсетейік. Бәлкім бір шошытып қойсақ, орыс ұлықтар қайта басынбас. Десе де Ақпатша айдаһар, орыс ұлығы арыстан. Қара мұсылман қашанғы есірер, бір пәсте жұтып тынармыз дер. Енді оған бір пәсте жұтылмайтын қауым еместігімізді білдірейік. Оларға жалынышта көрсетпейік. Жалынымен өткен жылдардың зая болғанын осыған дейін әрбіріңіз ұқтыңыздар. Бұрын айтушы едім, бұл күрес алдағы бостан өмірге алғашқы қадам деп. Иә, мұнымыз келешектегі исі қазақтың азат ғұмырына бастар аттаныс. Ендеше азамат, ел үшін атқа қон, бірге қылыш көтеріп, бірлесе тізе қос. Уа ағарыстың әруағы қолда. Зорлықшы патша ұлықтарын жерге тықпай тынбаймыз. Майданға жүздеген жігіт түгіліп бір жандай бермейміз. Бастаңыз жұртты Тұрдыбай жәке деді, сералы қылышын көтеріп. Атқа қонған алқалы қауым енді тоқтамайды. Қызған отқа одан бетер жанатын отының тасталғаны құп. Сонда лаулаған отның қызуы жер дүниені өртейді. Мына қауым өртке ұмтылған қызба топ болып тұр. Қызуын суытып алмай бастаңыз азаттық көтерілісіне. Көтерілісшілер алдымен орыс әскерлері бір-бірінен хабар алып тұратын телеграф бағаналарын талқандасын. Содан кейін уезд, облыс орталықтарын шабамыз.